Арабтардың түсініп отырған сеніміндегі Алла Исра сүресінің 15-ші аятында айтады: пайғамбар жібермейінше ешкімді жаза алмаймыз дейді. Оғыз ба? Жаратушы мен жаратқан қазаққа расул жібермейді. Сондықтан бізді жаза алмайды. Негізінен біз жахилет дәуірін басынан кешіріп, өз қыздарымызды өзіміз жерге көміп, иттік жасамаған ұлтамыз. Қазақ сондай керемет ұлт. Яғни иттік басымыздан кешпеген надан ұлт болмағанымызды білетін жаратушы ешқашан бізге расул жібермеген. Расул деп отырған қазақша аударып қойған пайғамбар деп. Расул десең қазақ түсінбейді. Сондай халыққа айналып қалды. Ұлтшыл қазақ сен түсініп отырсың. Құдай сені надан деп есептемеген ұлттансың. Енді біз адасып жүрміз. Сондықтан жөніңді біл дағыны. Ерегің түскен кітабының бәрінің ішінде тұрған жаттап алып мақұлдай бермей, қазақтың ұлы дүниетанын, қазақтың ұлы фальсафасын айта беремін. Біз осындай ұлтпыз. Тазаларданбыз. Таза деген сөзді артып алсаң, азат деген сөз шығады. Азаттарданбыз біз. Сондай ұлт бізде көкірегіңді соғып, көкейіңді шұқып көрсетіп, әлемге өзіңнің ұлылығыңды айтатын ұлтсың. Мен қазақпын дейсің. Қазақтың осындай құдіретті ұлт екенін ұмытып қалып, көрінгендігін айтып, есін тандыратын болсаң, сені қалай мен қазақтың ұлтшылы дейді. Іске кірісейік, ақылға салып, үре биіктігінен шешім қабылдап, қазақтың қамы үшін, таза қанды қазақ үшін, азат қазақ үшін жұмыс жасайық. Көрінгеннің қуған сөзін айтып, жахилет дәуірлерін басынан кешіріп, құлдыраған дәуірлерді басынан кешірген ұлттардың оңайлатып түсірілген кітаптарын оқи бермей, мына Құдайдың жаратқан күрделі әлемін зерттеп, соның ішінде құдіретке, соның ішіндегі формулаларға зерттей салып, сол арқылы өзім кітап жазып, ұлағатты ұлтқа айналып, қазақ деген ұлттың ұлы мен қызы болатын болсақ. Ал енді жарымжан шала туғандарданмын, мутаттарданмын, мулаттармын десең өте оңай. Ал таза қанды қазақ, мен ұлтшылмын, қазақтың қамын ойлаймын, қазақты көштен қалдырмайын деп жасайтындардан болсаң, іске кірісейік. Мен ұлтшылмын, сен де ұлтшылсың. Ұлтшылдығыңмын деп көкірегіңді керіп, өзгенікін қазақ айтқанша, қазақтың білгенін қазаққа айт, өзгелер тыңдасын. Жат жанына айтыңыз. Кеттік сөз. Науқан басты.